Жоқ, ешқайда жүрмейміз, ешқайда да жүрмейміз, ешқайда да кетпейді. Біз уже барып болғанбыз, түсінесіз акиматқа. Келсін, біз тұрмыз ғой өз орнымызда, паркте жұмыс жасап, бізді келіп түсінсін. Болды. Жоқ, біз техника. Жоқ, біз астына жатамыз. Бәрібір техника қозғалса мен лично өзім жатамын. Олардың кіруге рұқсат бар ма? Не үшін кіреді? Жоқ, техника алмайды. Әкім келсін бізге жауап берсін. Біз халықпыз, бізде сұраймыз. Кішкентай балдар жүрген біз кәсіпкер болады. Сендер сияқты кәсіпкер емес, компания бар. Аким келсін деп тұрмыз. Біз әкім келсін деп шығармыз. Акимат жинеді ма? Акимат Мейлі, акиматтан Сіз жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, әкімдік шешет барлығын деп. Акимат бармайсыз ба? Жоқ, сіз айттыңыз, әкімдік шешет деп айттыңыз ғой. Бізді қанағаттандырылмайынша ешкім ешқайда кетпейді. техника келіп мына жерге заттарын түсірді, айқайды көргеннен кейін заттарын жинап та шығып бара жатып, біреуі шығып кетті, екеуін ұстап қалды. Оны жасырмаймыз. Ұстап қалды. Әкім или зам әкім келсін, бізге нақты жауап береді адам келсін. Бізге жауабымызды алайық. Одан кейін пожалуйста. Ол акиматтан келсін бізге. Жоқ, техника акимат емес. Мердігер мекеменікі. Олар рұқсат бар ма бұлар? Көлігін неге шығарып жіберіңізші құрсын? Жоқ, мердігер мекеменікі жасап тұрған жерге осындай КамАЗбен кіріп зат түсіруге бар ма? Міне ключевой лист бар ма бұлардың? міне қыдыруға келді машинамен. Бәрі бір нәрсе жұмыс істемейді. Тексерейік, ключевой листін көрейік, разрешениесін көрейік, қалаға көрейік. Одан кейін дальше паркетке мешать етіп дальше. Міне қазір бала кетіп бара жатыр, мұздың астында қалсашы. Бұлар Кірсек болды, дәл солай кірсек болды. Давай ключевой листтің жаңа разрешениесін қайық бірінші. Сөйтіп, давай шығасың, водительге правасы бар ма, категориясы бар ма мынаның қазір батальон. Біздерді бір жаққа көшірмей зат әкелгенін. Транспорттарды шақырайық. Олар келсін, тарасын, неше тонна жүк бар мынаның, каждый ойсын қанша тонна жүк түсіп отыр. Оны тексерейік. Договорын тексерейік. Бәріміз жұмыс істедік қой, бәрінде техникамен де жұмыс істедік, білеміз чоп-па-чоп. Келеді мына жерге келіп алып, хозяин шетеді бәрі. Ой, болмайды. Sizin de жеріңіз емес. Сіз просто ремонт делайте. Бұл жердің жеке кәсіпкерлері ғой жұмыс жасап отқан. Біздің жерімізде қашын жері. Машина шығармаймыз, ешқайда шығармаймыз. Ешқайда да шығармаймыз. Шағында келеді, осылай шағында жатамыз. Акимат Біз транспорт полициясын шақырып Кетеді, жайлап қанша қолына мынау Сіз бізді халықты ойласаңыз мен болыңыз, бұлармен емес. Бәріміз салыпты дей ма? Салып кетсін. ешқайда шығармаймыз. Номерлерін бәрін түсіріңдер. Мында машиналар кетіп тұр, заңды ма, заңсыз ба кетіп тұрғандары. Путевкалері бар ма, разрешение бар ма, охотаға кіруге тексерсін бәрі. Неге кіреді халық әлі? Қандай шыққан жоқ. Парк жабылсын. Неге кіріп затын түседі? Халық ойнауға келеді. Білмейсе не үшін келеді? Демалуға келеді десейші, да, бір. Үш ай каникулында балдар, иә. Балдар қаққа барады. Кілең анандай. Қол шайма, парковкаға мәшіне кіргізбесін. Блокпост қойсында адамын қойып, өздерінің техникаларын кіргізіп тұрған. Адам қанша мәшіне тұрып, зат түсіреді, мына жерде балдар мәшіне түседі, жүгіріп барады, анаған біреуді жағылайды, өздерін жарақаттайды. Өздеріңді білсеңіз, лагла кетті. Конечно. Любой нәрсеге. Парк жабылсын, иә, жабылғанда да. Сенде машинаға айтсын, парк жабылды. Заттарын түсірдіңдер ма? Енді эмоциямен сөйлеу солай да қайсыз енді? Өзім шақырған. Өзі шақырып тұр. Участковыйсыз, иә? Енді мына жерде сіз мысалға участковыйсыз. Мына жерде халық жиналып тұр. Халықтың мәселесін шешуге сіз халықтың адамысыз ғой. Халықтың мәселесін шешіп беруіңіз керек, иә? Енді бізге қазір біздің требовать етіп тұрғанымыз бізге облыс әкімі келсін. Бізге мынаны облыстан акиматтан адам келсін. Бізге түсіндірсін. Не үшін мысалға мына жерге орын береді да 10 күннен кейін мына жерде қоршаймыз деп саған қарайған вложение жасап тұр. Қалай қайсы? Сол үшін де біз ешқайда машинаны мына машинаның қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Мен жедел басқару орталығына баяндадым. Полицияларды қашып келеді, болды, бұл кісі не істемеймін деп полицияларды шақырыңыз, тексерсін, мыналардың документтік путевкалері бар ма, документтері бар ма, не үшін бәрін тексерсін. Сен не қатты кетіп жатқан жоқсың ба?
мен ғой облыстың жоқ енді сіз енді заң орны жоқ мына қазір любой машинаны келген машинадан сұрайды парк жабылған білесіздер ма деп ешкім білмейді жоқ меруертапке қыдырып келіп отқан адамдардан сұрайды парктың жабылғанын білесіздер ма деп ешкім білмейді сіз бар ғой енді несіз ғой сіз енді жаңағы үкіметтің адамысыз иә жаңағы құқық қорғаушысыз бізге қазір адамдардың құқығын қорғау үшін бізге облыстың адамын сізге шақырып беріңіз осындай адамдар баяндадым иә баяндаңыз сіз баяндаңыз бізге облыстан келсін бізге халыққа түсіндірсін мынау неге осылай болып жатыр неге заранее ескертілген жоқ енді неге олай мысалға неғылатын болса біз вложение жасап мына жерге шықтық менің сұрағым сол болып тұр да неге мен вложение қараған қарызға кіріп мен мына жерге шығып тұрмын мысалға да сол маған обидно болып тұр да мен былай көмек сұрадым акиматтан деймін да ағам берген көмегі осы 10 күн бұрынғы менің үйімде осы медицинаның салақтан бір емес екі адам инвалид болып қалып отыр қазіргі таңда мысалға мен өзім үйдің жалғыз асыраушысымын қазір мысалға мен де көпбалалы анамын мен студент кәмелетке жасқа толмаған балаларым бар мысалға мен де бір үйдің қазір еркектің де әйелдің орнында жүрген асыраушымын біздің құзыретімізге кірмейді ғой сіз жоқ сіздің енді сіздің құзыретіңіз жұмысы қоғамдық қамтамасыз ету сіздің құзыретіңіз акиматқа баяндаңыз келсін халықтың требованиясы осы деп айтыңыз ары қарай жоғары жаққа жаман адам тар жерде тоқымын сұрайды дегенде дәл сондай болып тұр да 10 күн жер берді қайда алып қойды сіздерге айта алмаймын әкімді кәпказушіге әкеліп бере аламын мен баяндадым ары қарай баяндаңыз енді сіз енді осы өңірдің басшысы ретінде халықтың алдына шыға алады ғой әкімдіктің бір адамы келуге болады ғой осы жерге то құрылыс бөлімі то осының мердігері келіп тұр болды жоқ полиция шақырып қорқудың қажеті жоқ адамды жоқ ана кісілер шақырды жоқ мыналар шақыртқан мына кісілер шақыртқан патрульдер акимат емес шақырған шақырыңыздар сол тексерсін акимат шақырып тұр ғой осыны енді жоқ мына кісілер шақыртқан аналар шақырып тұр акиматтың адамдары ғой бәрі анау құрылыс емес па жоқ акиматтың адамдары мен мердігер мен акиматтың адамдары бәрі ал балам мына жерде тұр балам не болды айқай болып жатыр не қарай адам жүр анда барамыз давай сен пока не қыла берші давай мына жаққа қарай енді мына жерде ана жолды жауып тастаңдар шығармаймыз машинаны жоқ шығып кетеді дейді әдемі тұрған сияқты бері қарай қиын деймін да халыққа да қымбатшылық кездегі қымбатшылық кездеген кім береді саған ол маған жеңілдігін берсін бір бітпейтін дауда күнде да халықтың бір мәселе шешіліп жатқан көрінесің қараусызмын ешкім келгеннен кейін қалып кетіп бастады ма мында осыны тастаймыз уборка үй шығамыз ертең ондай ағаш шектік бәріміз тұрмайтын болсақ не істейміз бұл жерде қарайған ақша салып оны барлығын компенсация береміз дей ма орын толтырып береміз дей ма салған ақшаларыңызды бүгін біз айқайшамыз ешкім орын бермейді затты алып кету керек ішіп барасыз сен қайға орасыңдаршы елден бөлек бар сөйлеп жатқан саламат мырза мына орынға не салмайын деп содан бастайықшы әңгімені қазіргі таңда тұрғындарға қолайлы жағдай жасау мақсатында жылдың аяғына дейін жүргізіледі ғой иә нақты не жасалынады мұнда
халыққа қолайлы жағдай жасау мақсатында ол. Ал енді кәсіпкерлер не үшін айқай шығарады? Сол туралы айтып беріңізші. Кәсіпкерлер бұрын 15-ші микрорайонда теңіз жағада тұрған. Оған дейін. Содан кейін ол жақтан көшіріп, осы Ақботаға орналастырды. Кәсіпкерлерді қолдау мақсатында орын берілген еді. Бұған дейін. Енді бұған дейін де кәсібі жасады, тұрды. Осы жылғы, қателеспесем, осы жыл Гүлнұр Валерияның төрағалығымен келіп мониторинг жұмыстарын жүргізді. Айналасын тазарту, абаттандыру, территориясын таза ұстау бойынша. Сол кезде кәсіпкерлерге ескерту берілді ме? Ескерту берілді. Аяқтай келіп ескерту. Аяқтай келіп ескертілді ғой. Одан кейін кәсіпкерлер әкімдікке барыпты. Әкімдікте де осы мәселе талқыланыпты. Әкімдік кәсіпкерлерге күздің аяғына дейін жұмысын істей беруге уәде берді, рұқсат берді. Ал енді кәсіпкерлер бұл жерде ашынып отыр, біз далада қаламыз ғой. Осыған қатысты жауабыңызды берсек. Бұл жерде бұған дейін қолдау көрсетілді. Ешқандай мәселе болған жоқ. Енді кезекте халықтан наразылық Ақбота паркі. Өздеріңіз де көріп отқан шығарсыздар, әлеуметтік желілерге қайта-қайта шығып жатыр. Соған байланысты жаңарту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сол себепті бұған дейін де ешқандай қолдау болған жоқ деп есептемейміз. Енді кезекте бұл халыққа қолайлы жағдай жасау мақсатында бұл паркті жаңарту қажет. Ал кәсіпкерлердің тағдыры қалай болады ары қарай? Енді кезекте бұған дейін қолдау көрсетілді. Ендігі кезекте біз ешқандай құжат берілген жоқ. Бұл жерде тұру. Сол себепті біз Яғни кәсіпкерлер далада қалады ғой. Былайша айтқанда, иә? жоқ, біз бұл ұсынысты жеткіземіз. Кімге жеткізесіз? Нақтылап ұсынамыз. Нақты толын жауап берсеңіз өтініш. Бұл жерде кәсіпкерлердің жалғыз сұрағы бар, біз ары қарай не істейміз деген. Күні ертең. Толын жауап берсеңіз. Бұл жерде енді бұны жобаны қалай да жүргізуіміз керек. Олай жағдай жасау. Сол себепті кәсіпкерлерге сұрағымыз бұл жерді босатуымыз қажет. Ал енді қай жерге көшіретініміз нақты не бойынша ұсыныс қарастырамыз. Қашан? Бұны келіп қоршағанға дейін алдын ала беру керек ғой ұсынысты, да? Мысалы. Сонда бұлар қайтеді. Сіздің вложениеңіз бір салымның бәрі қайтып кетеді ғой. Сонша кредитті қалай төлейміз сонда біз? Сондай сұрақ қойыңызшы. Маусымдық жұмыс өзі 2-3 ай. Біз вообще конфискация ештеңе сонда қыра алмайды ма? Ұсыныс қарастырамыз деді ғой, ұсыныс Қанша тастаймыз. уақыт деген ұсыныс қарастыруға болмады ма? Жалғыз адам ғой. Жоқ, қазір орынды назарат етеді, орынды босатуыңызды сұраймыз деп тұр. Просто айтыңызшы, осы уақытқа дейін Иә, қарастыруға видеоны болмады ма деп. Жоқ, Кәсіпкер қолдап беріп сосын көшіре ма деп сұрасаңызшы. Жоқ. Иә, сөйтіп сұраңыз иә. Қарастырамыз деп тұр ғой. Қарастырамыз дейді. Естіп отырсыз ғой өзіңізде. Кәсіпкерлер біз ары қарай не істейміз дейді. Жаңа да айтып кеттім. Бұған дейін қолдау көрсетілді. Ол өтірік емес. Яғни бұған дейін қолдау көрсетілді, бірақ ары қарай өз мәселелеріңіз, өздеріңіз шешіңіздер дейсіз ба? Түсінбедім мен. Ары қарай ештеңе айта алмаймыз. Бұл жерде абаттандыру жұмыстарын жүргізу. Ал бұл жерде халықтың қажеттілігіне. Ал енді кәсіпкерлердің бала шағасы бар, кредиті бар. Бұл кісілер далада қала ма осылай шырқырап? Сол сұрақ қой, манадан бері. Ол мәселені ұсыныс енгіземіз. Ұсыныс қашан енгізесіздер? Неге ол ұсынылмады? Кезектен тыс мәслихат отыра ма депутаттар, ол қайда ол? Әкімдік алдын ала өзара жиналыс өткізіп, осы кәсіпкерлердің болашақ тағдыры қалай болады? Осыларды осында көшіреміз ба деген нәрсені неге талқыламады деген сұрақ қой. Бұған дейін ескерту хаты берілді. Берілген жоқ. Бұл абаттандыру жұмыстар жүргізіледі. Соған байланысты дайындалыңыздар. Берілсе де дальше қайға барамыз біз? Що, берілген хатын көрсетсінші. Берілген жоқ қой, сағылар. Бір жауап, өзімізге тез жауапты алдық. Өзіне алсын. Жоқ, жауабымызды алдық. Аха, сұрағымызды қой деген сұрағымызды. Рахмет сізге. Ескертуін көрсетеміз, қолымызда бар. Енді. Атасы бар ғой, сіз бар ғой, аманаттан көріп жүрміз ғой. Бірақ осы
до конца осылай шығарып Енді біз сіздерге түсіндіріп айтайын. Телеарнаның өзінің заңдылығы бар. Иә, бір какой-то бір несі бар. Әр интервьюде өзінің маңызды жері бар. Мысалы, 40 секунд, 45 секундтан аспау керек. Кино емес. 45 секундтан аспау керек. Сюжеттің де хронометражы бар. Негізгісін айтады ол. Хронометражы бар, өзінің заңды да. Біз сол бойынша жасаймыз, сол бойынша материал. Сізге сеніп тұрмыз. Мен просто сіз менің басымнан өткенсіз да, мен сізді шақырып, мен Білем, ана ақсақал бар, сол кісінің мен светке чегімді ай сайын үйіме 200 мың, 150 мың светке төлеген чегімді көрсеткен, солардың ешқайсысын көрсеткен жоқ та. Біздің дом 10 жыл отоплениесі отырып, тек тоқтап отқан кезде бүткіл көршілер чегін көрсеткенде соларды салмағанда, просто мына жақта отопление жоқ, қарастыру керек деген сондай қылып салғанда. Ал на самом деле біз шақырғанымыз тоққа көп шығып жатыр, қиналып жатыр. Құттай жерге сондай шақ. Сондай жаңа сізге сенім болмай тұрған сол себепті айтып тұрсыз. Жоқ, бізде Мысалы, Қазір де солай жасайды, Айгүл. темаға шақырғанда сіздер Керегін алады, биылғы жаңа жылда да осы кәсіпкерлер енді келген кісі мынаушы. Алдыңғы жаңа жылымызда да құртқан бізді. Анеқа тұрмайсыздар, сендер бүйтесіздер деп жаңа жылда да сауда берген жоқ. Дәл осы салаға. біздің сұрап жатқан